Баршаңызға сәлем қыздар. Біз сіздермен тағы да бір печеньемізге келдік. Мінекей бізде бұл луна деп аталатын печенье жасалу жолы да оңай және заттары да қол жетімді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше кеттік. Бізге керекті заттар: ұн, електен өткізілген сары май, кунжут және су, жылы су, бізде суымыз мінекей, және дрожж қажет болады. Дрожждан осылай қасықпенен суымызға ең алдымен дрожжымызды салып қойып қоямыз. Кішкене бізде ол дрожжымыз реакция өзі болады, соған дейін қойып қоямыз. Мінекей енді ұнымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып жақсылап тұрып енді илейтін боламыз. Және де бұл жерде екі қолмен жұмыс істейміз, өйткені бізде сары майымыз да ұнымыз да көптеу, яғни 1,5-2 килограмм жобасында шығады бұл печеньеміз. Сондықтан осылай жақсылап тұрып езіп песочный қамыр илейтін боламыз. Мінекей менде уже қазір песочный қамырым дайын болды. Енді осы кезде бізге кунжутымыз қажет. Кунжутымызды осы кезде салып жібереміз. Енді жақсылап кунжутты осы тестаның арасына барлық жеріне араласып кететіндей етіп жақсылап араластырып жібереміз. Ал енді жаңағы қойып қойған суымызды дрожжымызбен осылай қасықпен құйып отырамыз. 3-4 қасықтан, 2 қасықтан құя отырып илейтін боламыз. Бірден барлығын құйып жіберуге болмайды. Жаңа айтқанымдай қасықпенен шетінен құйып отырыңыздар. Мінекей, өздеріңіз видеода көріп тұрсыздар, мен 3-4 қасықтан осылай құйып барып жұмыс істеп жатырмын. Себебі бірден құйсақ бізде бұлшылдап қамырымыз дұрыс болмай қалады. Сондықтан тестаның осы жеріндегі маңыздылықтарына мән беріңіздер. Міндетті түрде осылай жасап шығыңыздар. Сөйтіп барлығын құйып шығатын боламыз. Енді біз ары қарай тестаның басын біріктіру үшін ұн сеуіп столымыздың үстіне түсіріп, енді столдың үстінде жұмыс жасайтын боламыз. Бізге бір 10-15 минуттай осы столдың үстіне жақсылап тұрып илеу қажет болады. Ұнды міндетті түрде астына сеуіп отырып пайдалана беріңіздер. Ешқандай қатты әсері болмайды. Және де бұл печеньені де біз әдеттегідей холодильникке қойып, болмаса 2 сағат, 3 сағат көтерілуін күтпейміз. Бірден жұмыс жасай береміз. Бізде міне қарасаңыздар, арасында бізде кунжуттар көрініп тұр. Яғни бұның арасының барлығы да кунжутпен болатын болады. Мінекей уже біз тестамызды қойдық. Енді ары қарай бізге оқтау қажет болады. Тестамызды жайып жұмыс жасай береміз. Мінекей осы күйінде жайсақ та болады. Егер де сіздерде оқтауларыңыз дәулеу болса, осы тұрған көлемде, яғни бір суаласын бірден жаюға болады. Не болмаса ортасынан 2-ге бөліп, 2 зуала етіп бөліп барып жайып солай кесіңіздер. Мінекей мен 2 зуалаға бөлдім, және де осылай жақсылап тұрып зуалалап қойып қоямыз біреуін, екіншімен ары қарай жұмыс жасай береміз. Жайған кезде бізге тағы да бір енді жұқалығына, қалыңдығына келетін болсақ, бізге қатты жұқа болған бұл печеньеге болмайды. Сондықтан жұқалығын біз мысалға бауырсақтың қамырын жайсақ, ол да жұқалық қалады бұған. Сондықтан бауырсақтың қамырынан да сәл қалыңдау етіп жаятын боласыздар. Мінекей қыздар, біз жайып болдық. Осындай бізге вырубка қажет, яғни домалақ. Кез келген размері тым үлкен болмаса болды, кішіректердің кез келгені жарай береді. Осылай біз вырубкамен домалақ етіп мысалы ойып алдық қой біріншісіне, ары қарай дәл ай сияқты көлемде етіп осылай бөліп алып отырамыз. Яғни осы кескен жерден бастап дәл осылай жарты жерінен осылай ай сияқты етіп кесіп ала бересіздер қыздар. Мінекей, және де бізде бұл жерде расходта шықпайды. Дәл осылай жасай бересіздер. Барлығын дәл осылай кесіп шығыңыздар, бірдей етіп. Мінекей, енді пергамент қағазын төсеп, печеньелеріміздің барлығын орналастырып 170 градуста тағы да оны да пісіріп аламыз. Мінекей, бізде печеньелеріміз пісіп шықты. Тым қатты қызартпаймыз. Сарғыш түс болған кезде уже ала береміз. Мінекей, менде осындай сарғыш золотистый түс болды. Әдемі көтерілді ең бастысы. Мінекей, енді бізге ары қарай тағы да жұмыс жасау керек болады. Біз суығанын күтеміз. Арасы осындай хрустящий болады. Мінекей, қараңыздаршы,
Енді бізге сахарная пудра қажет болады. Мінекей менде сахарная пудра. Енді шетінен алып осы сахарный пудраға жақсылап тұрып араластырамыз, аунатып аламыз. Яғни барлық жеріне тиетіндей етіп барлығын осылай жасап шығасыздар. Сол кезде бізде дәмі де тәттілігі де болады. Мінекей қыздар, печеньеміз дайын. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде фото видео жіберуді ұмытпаңыздар.